Ассаляму-алейкум достар. Бүгін біз сіздермен осындай өте жеңіл дайындалатын және өте дәмді болып шығатын, ішіне жұмыртқа да сүт те қосылмайтын өте дәмді пирог дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды және какаомызды салып аламыз да екеуін араластырып аламыз. Үстінен 1 шай қасық ванильді қант және 15 грамм қамыр қопсытқыш саламыз. Содан кейін қант қосып, барлығын тағы жақсылап араластырамыз. Ал енді үстінен кофе мен май қосамыз, сұйық май. Және тағы да барлығын жақсылап араластырып алып, ал енді дайын болған тестомызды 24 сантиметрлік диаметрдегі формаға салып алып, 180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Ал енді глазур дайындаймыз. Ол үшін какаоның үстінен қант қосып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстінен сүт немесе сливке құямыз және тағы да жақсылап араластырып, газда 15 минут, 10 минут пісіріп аламыз. Дайын болған глазурымызды пирогымыздың үстінен осылай құйып, жағып аламыз. Және ары қарай қалағандарыңызша сәндесеңіздер болады. Достар, пирог осындай өте дәмді болып шығады. Оны өздеріңіз қалағанша безендірсеңіздер болады. Мен жүзім қолдандым. Ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you. Hey. Donne-moi ton